Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз қазақ халқының тұрмыстық заттарымен танысамыз. Олардың жасалу техникасы мен материалдарымен танысатын боламыз. Сабақ басталмас бұрын сіздерге оқушылармен бір сұрақ қояйын. Сіздер қандай қазақтың тұрмыстық заттарын білесіздер және олар қай уақытта қандай жағдайда пайдаланады? Осы сұрақтарға сіздер сабақтың соңына дейін дайындалып отырыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойып отырасыздар маған. Енді біз бүгін мынау тұрмыстық заттардың ішінде бесікпен танысатын боламыз. Бесіктің жасалу жолдары, олардың қолданатын материалдарымен танысатын боламыз. Біз енді бесіктің екі түрін жасап шығардық мінекей. Біріншісі тік жасалған бесік, екіншісі құрамалы бесік. Бесіктің түрлері әртүрлі болады. Тал бесік, жер бесік, қайың бесік, қарағай бесік деген сияқты көптеген топтарға бөлінеді. Бұлар Қазақстанның әртүрлі өңірінде әртүрлі жасалып шығарылады. Енді бесіктің құрылысымен танысайық. Бесіктің құрылысы белағаш. Екінші бесіктің белағашы тақтайша, алдыңғы басы, артқы басы. Енді қазір тік жасалған бесігіміз дайын. Енді құрамалы бесіктің жасалу жолдарын көрсетейін сіздерге. Құрамалы бесігіміз мынау бесіктің алдыңғы басы мінекей. Жасап алдық. Мынау бесіктің артқы басы. Бұл тақтайша, мынау жақтауы. Мынау белағаш болып бөлінеді. Енді бесікті тек қана қазақ халқы ғана пайдаланбайды, бұны Орта Азия халықтарының көпшілігі пайдаланады. Түркмен халықтары, өзбек халықтары, қырғыз, Қытайдың көптеген бөліктерінде бесік пайдаланады, Моңғолия халықтары пайдаланады. Енді біз қазақтың бесігі болғаннан кейін, бұны біз әдейі қазіргі заман талабына сәйкес қылып, құрамалы жиналмалы жасадық. Енді қазір сізге құрам жағдайын көрсетейін. Тақтайшаға арнайы орнатылған дөңгелекше арқылы артқы басын және алдыңғы басын орнатып аламыз. Одан соң жиналуға арнайы жеңіл болу үшін бастарында мінекей жиналмалы жасадық. Және пайдаланбайтын уақытта жинап қою үшін жинап қойып пайдалануға болады. Немесе жолда жүргенде алып жүруге бәріне ыңғайлы қылып мінекей бесігіміз дайын. Құрамалы бесігіміз. Енді бұны жинаған кезде қалай жинап қоюға болады? Белағашын ағытып аламыз. Белағашын ағытып отырмыз, бұл да жиналатын болады. Одан кейін жаңағы алдыңғы басы мен артқы басын жинақтай.
шағын ғана болып жинақталды. Бұны жолда жүргенде алып жүру үшін немесе үйде пайдаланбаған уақытта арнайы жерге сақтап қою үшін мынандай арнайы қорабын, сумкасын жасап, осыған жинақтап қоямыз. Шағын ғана ол жинақталды. Осыны пайдаланбаған уақытта кез келген жерге жинақтап қоюға ыңғайлы. Орында қалмайды және алып жүруге тиімді. Мынау атақты біздің жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай, ел боламыз десең бесігіңді түзе деген сөзінде мағына жатыр. Өйткені баланы бесікке салып тәрбиеле, ұлттық тәрбиемен ұсынылады деген мағынаны қосымша беріп тұрған сықылды. Құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше жақсы сау болыңыздар.